Сәлем достар, келесі сабақтарда мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Сол себепті сайт бойынша қандай да бір түсініксіз жерлері, товар алу, размер таңдауда мәселелер болса, комментарийға қалдыра кетіңіздер. Және де түрлі фишкалар мен ақпараттар жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қолданушылардан келіп түсетін көп сұрақтардың бірі ол доставка жайлы. 786-139 экспресс доставка жайлы келесі сабақтарда міндетті түрде ақпарат беретін боламын. Ал бүгінше тағы бір сұрақ ол ішкі купондарды пайдалану. Алдыңғы сабақтарда біз упаковка сыртындағы және товар ішіндегі купон пайдалануды үйренген болатынбыз. Енді сайттағы купонды көру үшін мына хабарлама белгісіне өтеміз. Мына бір белгішеде бізде купондар тұрады. Әрбір купонның өзінің пайдалану уақыты бар. Магазин немесе платформа сіздерге үнемі осылай жеңілдіктер жарияланып отырады. Сондай-ақ егер де продавец тарапынан қандай да бір қателіктер болса, товарыңыз уақытылы жібермесе, сізге компенсация ұсынылуы мүмкін. Мен жақында осындай 47 юандық компенсацияны алдым. Міне, басып қарайтын болсақ, сұр жазумен тұр, яғни бұл пайдаланылған купон. 11-11 акциясы кезінде көп товарға заказ алғандықтан бір товардың кешіктіріліп жіберілгендігін байқамаппын. Қазір сіздерге көрсетейін. Грузовик белгісіне өтемін. Менде товарым тек 4 күннен кейін ғана жіберілгендіктен маған магазин 47 юандық купон сыйлады. Мына товардың негізгі бағасы 53,1 юан. Ал купон арқылы тек 6,1 юанға сатып алдым. 47 юандық купон ол 3000 теңгедей менде жеңілдік пайдаланылды. Сапасы өте жақсы. Қарап тұрсаңыздар 100% оригинал. Осы товарды бар болғаны 6,1 юанға сатып алдым. Егер де осылай товарларыңыз кешігіп жатса, міндетті түрде продавецке жазыңыздар, трек номерін сұраңыздар. Компенсация ұсынса, міндетті түрде пайдаланып қалуға тырысыңыздар. Негізінен товар 48 сағат ішінде складқа жіберілуі керек. Олай болмаған жағдайда сіз возврат жасап ақшаңызды қайтарып алсаңыздар болады. Қайтадан купондарға өтейік. Сондай-ақ акция кезінде қолданылатын барлық купондардың осы жерде шығып тұрады. 100 юанға товар салып 10 юанды пайдалан дейді. Осы жерден басамыз. Корзинаға 100 юанға товарды жинақтаймыз. Бұл 11-11, 12-12 акциясы кезінде осылай жинақтап товарды сатып алсаңыздар болады. Егер де әрине көп товарға заказ салатын болсаңыздар. Егер жаңа айтқандай заказдарыңыз көп болса, товарды жеке-жеке сатып алмаңыздар, жинақтап, скидканы пайдаланып, бірақ салғандарыңыз дұрыс. Енді магазиндердің жеке-жеке купондарын көру үшін жеке кабинетке өтеміз. Мына бір қызыл белгіше бізде бұл да купонды білдіреді. Ең төбесінде тұрған бұл категориялары, барлық купондар, платформа купондары, магазин купондары, сроктары аяқталуға жақын купондар. Барлық купондарға өтейін. Ең бірінші товарды қарайық. 5 сағаттан кем уақыты қалған екен пайдалануға. Сары белгішені басамыз. Оплатаға өтеміз. Негізгі бағасы 26,67 болған. Скидкамен, яғни минус 20 юандық купонмен 6,67-ге сатып алуға болады. 10 ручка бізде. Жақсы скидкамен тұр. Алайда бағаларын міндетті түрде салыстырыңыздар. Өздеріңіз бұрын көрген, избранныйға салған товардың бағасы мен осы жердегі жеңілдіктегі бағасы разница айырмашылығы бар ма? Соны қарап алыңыздар. Әрине жақсы жеңілдік болса, бірден сатып алған дұрыс. Мына жерде сары белгілері бар, яғни қосылған купондар бәрінің уақыттары аяқталуға жақын. Мына екінші белгіде аяқталуға жақын купондар шығады. Міне, осылай пайдаланып алсаңыздар болады. Қайтадан барлық купонға өтейік. Астында тұрғандары олар қосылған жоқ купондар. 20 юандық жеңілдігі бар. Қызыл жазуды басамыз. Сары жазу шықты. Купон қосылды. 6 сағаттан кем купон пайдалануға қалды. Кез келген мысалға мына бір товардың сары купонын қостық. Оплатаға өтеміз.
-10 юан жеңілдікпен тұр. Осылай қарай бересіздер. Және де мына тұрған екіншісін басып қарастын болсақ, бұл жерде товарларды категориялармен бөліп көрсетеді. Азық-түліктер бұл бізге керек емес. Осылай үстінде категориялар әйелдер киімі дейді. Косметика керек категорияны таңдап аласыздар. Үшінші белгі арнайы купондық ұсыныстар ашық қызыл жазумен тұр, яғни уақыты өтіп кетті, ертең қайта оралыңыз дейді. Бұл жерде жеңілдікпен бағалары көрсетілген. Мысалға, мына органайзер 6-43 юан жеңілдікпен тұрады. Қазіргі бағасы 18,8, себебі менде бұл купонның уақыты өтіп кетті. Мен пайдаланған жоқпын. Қайтадан ертең кіріп қараймын. Осындай жеңілдікте тұрса, сатып алуға болады. Кез келген басқа да. Мына бір товар 16,56, негізгі бағасы 21, 5 юандық купонды пайдаланған жоқпын, сондықтан осылай бағасы өсіп тұр. Яғни мына жердегі барлығы жеңілдікпен тұрған товарлар. Мына төбесінде купоныңыз қосылған кезде сатып алсаңыздар болады. Енді сіздермен бір товарды қазір сатып алайық. Мына екінші жазуды басып, категорияға өтейін. Мына бір ручка 20 юандық купоны бар. 22 сағаттан кем қалыпты. Сары белгішені басамын. 100% оригинал дейді. Оплатаға өтемін. 27,9 болған. Қазір 7,9-ға тұр. 10 ручка сатып алайық. Маған көк баста қажет. Көк екіншісін таңдадым. Оплатаға өтемін. Товарды жеңілдікпен аламыз. Сіздерде қалай комментарийға қалдыра кетіңіздер. Маған оплата жасар кезде осылай Каспийдан код сұрайтын болыпты. Бұрын код сұрамайтын. Кодты жібердік. Товар сатып алынды. Жаңа айтқанымдай, бұрын бірден алына беретін, екі қайтара код сұрамайтын. Немесе бұл банкке байланысты, әлде сайтта болған өзгерістер. Алайда ешқандай қиындықсыз товарды сатып алдық. Осылай міндетті түрде купондарды жеңілдіктерді пайдаланып, ақшаларыңызды үнемдеңіздер.